Талғат Қозыбаев атындағы номері 131 орта мектепке келген Назарбаев зияткерлік мектебінің басшылығы бітіруші түлектерге алдағы ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары баға алуларына сәттілік тіледі. Ақыл кеңестерін айтып, 21 ғасыр білімдінің заманы екендігін жеткізді. Жас түлектер де аға әпкелеріне алғыстарын жаудырды. Ерекше кездесуден соң мектепті қолдау шарасына арнайылап келген мәртебелі меймандар сыйларын табыстады. Бұл Назарбаев зияткерлік мектебінің бір игі бастамасы, сондықтан барлық Қазақстандағы басқа да азаматтарды, кәсіпкерлерді осы акцияны қолдауға, қатысуға шақырамыз. Мектеп оқушылары ризашылықтарын білдірді. Сыйға берілген кітаптар, 3D принтерлері, басқа да оқуға қажетті құрал-жабдықтар білім ұясы үшін аса құнды. Негізінен кітап оқуға үлкен мүмкіндік бергендеріңізге осы Назарбаев зияткерлік мектебіне үлкен алғысымды білдіремін. Мұндай іс-шара Назарбаев зияткерлік мектептерінің құрылғанына 10 жыл толуын мерекелеу шеңберінде өткізілуде. Акция аясында 20 ауыл мектебіне зияткерлік мектептерінің оқушылары мен мұғалімдері жинаған 6875 дана көркем және ғылыми танымдық әдебиет, оқушылар өсірген 2000 түп гүл, 860 дана мұғалімдерге арналған әдістемелік нұсқалар, Алматы қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі оқушылары жасаған 20 3D принтер, 20 стенд, 300 спорттық доп сыйға берілмек. Айтпақшы, акция өтетін күні ауыл мектебінің ұстаздарына жаңартылған білім мазмұны мен критериалды бағалаудан, оқытудың әдістері мен технологияларынан әдістемелік консультациялар өткізіледі. Айзада Маратқызы, Қанат Шалыбаев, Қызылорда қоғамдық теледидары.